Қайырлы күн! Біз бүгін ең оңай әрі дәмді капустадан котлет әзірлейміз. Бізге қажетті заттар 40 қабат, 4 жұмыртқа, сода, тұз және ұн керек болады. Капустамызды алып, өте жіңішке етіп, ұсақтап турап, шұңғыл ыдысқа саламыз. Кішкене тұз сеуіп, қолмен әбден араластырамыз. Содан кейін ас содасын саламыз. Ұнын қосамыз. Ұн қосқаннан кейін жұмыртқаларын салып әбден жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған майға котлеттерімізді қолмен салып пісіріп аламыз. Котлет тәрізді домалақ қылып өзіміз орналастырамыз. Екі жағын әдемілеп қызартып пісіреміз. Котлеттеріміздің бетіне майонез бен чеснокты араластырып, жағып жесеңіздер өте дәмді болады. Жасауға сіздерге кеңес беремін. Бөліскен рецебім пайдалы болады деген үміттемін. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!